Сәлем достар! Қазақстан Республикасының үздік педагог 2020 байқауының жеңімпазы Бану Аманқызының каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып ердің бақыты әйел әңгімесі. Тақырып әйелдің қадірі туралы болмақ. Достар, бірден композициялық талдаудан бастайық. Басталуы: Төле бидің әйел, жар туралы ойлары, келін іздеуі. Байланысуы: Түркмен еліндегі дауды шешу, Данагүлдің тәрбиесі мен ізгілігі. Дамуы: Төле бидің Алакөздің үйіне қонақ болуы, келінді түсіру, Данагүлдің ел аузына ілігуі. Шиеленісуі: Төле бидің тұтқынға түсуі, тапқырлығы. Шарықтау шегі: Данагүлдің даналығы. Жұмбақтың шешімін дұрыс табуы. Шешімі: Төле бидің төрелігі, 40 ағайынды. Кейіпкерлері: Төле би, ұлы жүздің бас биі, Қарлығаш әулие. Данагүл, Төле бидің таңдап алған келіні, дана, ақылды қыз. Алакөз, Данагүлдің әкесі, кедей адам. 40 қарақшы, 40 рудан қашқан, ұрлықпен күн көрген адамдар. Төле бидің төрелігінен кейін 40 ағайынды атанып, бақытты өмір сүреді. Маңызды деректер: балама әйелді өзім таңдап алып беремін, байдың байлығына қызықпаймын, бидің билігіне қызықпаймын. Асыл пышақ қап түбінде жатпайды деген. Келінім ақылды болса, ұлымның елге даңқы кетеді. Би түскенде үй болу әйелде. Әйелі жақсы болмай ер оңбайды. Ердің бақытын кетіретін де әйел, ерге бақыт әперетін де әйел деп, келінді өзі таңдауға бекінген екен. Төле би Данагүлді Түркмен елінен дауды шешіп келе жатқанда кездестіреді. Данагүл Сиқым ауылынан Алакөздің қызы. Жалғыз көк шолақ атына мінген. Халқым үшін кедейлерді есіме алмасам, онда әділет бола ма? Байға жақ боп, кедейдің ақысын жібермесем, онда жұрт әділетті деп айтар ма еді, деген Төле би. Ұлттық құндылық, шешендік өнер, бата беру, әйел адамның қадірі, түсінік, өз ойым. Бұл шығармада Төле би әйел затының орны ерекше екенін айтады, және әңгіме барысында бұл дәлелденеді. Ұқсас шығарма Ұлпан Ғабит Мүсірепов.